Саламатсыздар ма, балалар? Денсаулық құпиясы атты интеллектуалды ойындарымызды бастаймыз. Бірінші сіздерге тапсырма: жұмбақтар шешу. Бала біткен соғады, жеңіл шарды домалақ, ұрсаң ұшып жоғары, жерге түсер домалап. Жарайсыңдар, бұл доп. Келесі: қайқы тұмсық көк табан, қос аяқпен ұштаған, итерсең алға зулайды, шойын жолдан аумайды. Бұл шаңғы. Қос әйнектен қарасаң, көз алдында тұрады, алыстағы орасан. Бұл дүрбі. Мінсем, төменге зу етем, өрлесем, оны өзім сүйретем. Табанға қанжар байладым, бетінде айна ойнадым. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырмамыз: кім қайсы затты қолданады? Яғни, шаңғы кімге керек? Коньки кім тебеді? Дүрбімен кім ойнайды? Бір-бірімізге көмектесіп, ойланып шешеміз. Келесі тапсырма: артығын тап. Бұл тапсырмада да қай зат артық, соны көрсетеміз және атаймыз. Балалар, енді тағы бір жұмбақтарды шешеміз. Дымқылдан күнде сен, қолыңа сүйкесең, кетіп кірласың, тап-таза боласың. Ол не? Ол сабын. Шомылған баланы аймалап алады, сүртеді қолында, сүртеді жонында. Ол не? Ол сүлгі. Аузы жоқ, көзі жоқ, тілі жоқ, өзі жоқ, бірақ та тісі бар, басыңмен ісі бар. Ол не? Тарақ. Жарайсыңдар, балалар. Енді тағы бір ойын: артық затты тап. Мына жерде қандай артық заттарды көріп тұрсыңдар? Қане бірге атайық заттарды: сабын, айна, ысқыш, лимон, шар, кітап. Қайсы заттар артық, соны айтамыз. Келесі пайдалы және зиянды тағамдарды қараймыз. Бәріміз де білеміз, не пайдалы, не ішуге, жеуге зиян. Келесі ойын: артығын тап. Мына жерде нені жеуге болмайды? Жұмыртқа, каша, чипсы және чупа-чупс. Қайсылары бізге зиян, соны айтып береміз, балалар. Келесі тағы да ойын: кока-кола, гамбургер, алма, сүт. Бұл жерде біздерге пайдалы заттарды атап шығамыз.
Балалар, міне біздер салауатты өмір салты туралы интеллектуалды ойынымызды аяқтадық. Сіздерге қатысқандарыңа көп-көп рахмет айтамын. Назарларыңызға да рахмет.